Орта жүздің шығу тарихы туралы мынадай аңыз бар. Бабалар сөзі кітабының 83-ші томында орта жүздің тарау шежіресін көрсетеді. Аңызға сенсек, тарих Жанарыстан бастау алады. Жанарыс асқан, бай, дәулетті, бірақ өте қарапайым адам болған. Үйіне келген қонақты қарама ханба талғамай, дастархан жайып, разы қылып отырған. Бірақ перзенті болмаған. Бірде көптің бірі болып отбасына әулие Қыдыр ата келіп, шаңырағында дәм татады. Ол Жанарыстың сый-сияпатына дән риза болып, ақ батасын беріп, тілек айтады. Арада 9 ай 10 күн өткен соң бәйбішесі ұл туыпты. Оның атын Қарақожа деп қойыпты. Сөйтіп, бірінен соң бірі босанып, Қарақожа Ақтан берді, Дайыр қожа Мойын қожа, Ысмайыл Қасым атты 6 ұл дүниеге әкелген. Қарақожадан Арғын туады. Арғынның аға баласы атануы осыдан. Ақтан бердіден Қыпшақ, Дайыр қожадан Қоңырат, Момыннан Найман, Ысмайылдан Керей, Қасымнан Уақ туады. Осылай орта жүз Жанарыстан 6 арыс ел тарайды. Сіздің руыңыз қандай?